Тестке кіргеннен кейін осы жерде ең басында мына білім беру ұйымының қызметкері дегенді таңдамасаңыздар ары қарай сіздерде ашылмайды. Одан кейінгі графаға өздеріңіздің нелеріңізді жазасыздар мамандық бойынша. Мысалы педагог психолог болса педагог психолог, қазақ тілі әдебиеті болса қазақ тілі әдебиеті деп жазасыздар. Одан кейін жоғары оқу орнына қай жылы түстіңіз қай жылы аяқтадыңыз. Келесі графалар сол жылдарыңызды жазасыздар. Одан кейін қазіргі уақытта қандай біліктілік санаты, мысалы сіздерде педагог модератор болса педагог модератор деп таңдап қай жылға дейін ол жарамды. Мысалға сіз оны 2018-де алсаңыз, онда 2023-ге дейін жарамды. Қай ай, примерно күнін жаза салыңыздар. Мысалға 31 декабрь или 30 декабрь 2023-ге дейін жарамды, или 30 декабрь 2024-ге дейін жарамды деген сияқты санмен жазасыздар. 31.02.2024 деген сияқты санмен жазасыздар. Одан кейін келесіде қандай категорияға бересіз, педагог сарапшы болса соны таңдайсыз. Одан бейін деген бұл мектептің бейіні, оны жазбай қойсаңыздар да болады. Себебі мектептің бейінін жазғанда облыс қана шығып тұрады. Бәрібір облыс, аудан бәрін таңдайсыздар. Өздеріңіздің облыстарыңызды, аудандарыңызды таңдайсыздар. Қай аудан екен? Одан кейін мына жерде Үшарал, мысалға біздікі Үшарал қаласы болса Үшарал қаласы, әрқайсыларыңыз өздеріңіздің қалаларыңызды тағы бір рет Үшарал қаласы деп таңдайсыздар. Одан кейін мектеп атауларының ішінен садик немесе мектеп атауларын таңдап өздеріңіз таңдайсыздар. Одан кейін мына жерде пән, тапсыратын пәніңізге байланысты. Бұл жерде әдістеме деп ештеңе жазылып тұрмайды, бірақ өздеріңіз тапсыратын пәніңізді ғана таңдайсыздар. Енді келесі тестілеу блогы. Тестілеу блогын таңдау керек болады. Тестілеу тілі қазақ тілі. Так, психолог-педагогтарға арналған тестілеу блогын таңдадық. Енді облысты таңдайсыздар. Келесі облысты таңдағаннан кейін тест тапсыру орнын таңдайсыздар. Одан мына жерде бос орындар көрсетіліп тұрады. Бос орындар 0 деп тұрған, демек ол күндерге уже адамдар тіркеліп алды деген сөз. Сіз бұл күнге тіркеле алмайсыз. Бізде қазір міне 3 майдан бастап қазір орындар ашық тұр деп тұр. Сол күндерді мысалға таңдайсыздар өздеріңізге ыңғайлы күнді. Мына жерде сіздің санатыңыз иә жоқ деп тұрады ғой, сол жерге жоқ деп таңдайсыз. Сосын астына келісемін дейсіз, өтініш беру деп басасыз. Егерде санатыңыздың жарамдылық мерзімі дұрыс емес деп тұрса, онда мына жақта санатыңыздың жарамдылық мерзімін дұрыстап көрсету керек. 2018 болса, онда сізде уже 2023-те тапсыру керексіздер. 2019 болса, онда биыл тапсыру керексіздер. Сол санаттарыңыздың уақытын дұрыстап жазыңыздар.